Здравствуйте, я Гульзада Нурпейская-Заумарова, музыковед, доктор искусствоведения, специалист в области казахской традиционной музыки. В настоящее время я занимаюсь проектом, который финансируется, это грантовое финансирование Министерства образования и науки. Вот сейчас, прежде чем представить концерт, в котором исполнители сами дети, я хочу несколько слов сказать о том, по какой методике мы занимались. Вот мы где-то в 2015 году пришли в школу 140-ю, это казахская школа-гимназия имени Мухайгалима Хатаева, и сказали, что можем вести уроки дамбры. Нас поддержала директор этой школы Толюбаева Сания Оскимбаевна, учителя, конечно, родители. И вот мы в течение 2,5 лет обучили детей игре на дамбре и разучили где-то порядка 10-12 несложных кюфи песен. Вот в 5 классе мы выдали вот этот вот результат, и группа детей представит то, что мы сейчас исполняем. Я хочу самое главное отметить, что методика массового обучения игры на дамбре, которая есть у нас в Казахстане, она совершенно уникальна. Ее автор Абдулхамид Райымбергенов, известный дамбрист, который во многих школах Казахстана уже внедрил эту методику. И цель этого обучения не воспитание не сколько профессиональных музыкантов, а сколько любителей и настоящих слушателей, знатоков традиционной музыки. А это очень важно, потому что если у музыки есть слушатель, то есть и будущее. Да? И я очень рада, что этот выпуск концерта в интернете совпадает с Днем дамбры, который был учрежден недавно нашим президентом. И я думаю, что внимание к этой музыке сейчас будет очень большое. Желаю вам хорошего просмотра. Спасибо. Ұстаздар, оқушылар, және барша концертке көрермен деп отырған қонақтар, бүгін біздің концертіміз Сания апай айтып өткендей, жылдың 2 айдың султаны қасиетті Рамазан айының 1-ші күніне келіп отыр екен. Баршаларыңызға ниет қылып ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Көзін ашып жұмғанша 3,5 жылда өте шығыпты. Бұл балалардың қолдарына домбыра алып, қазақтың күйін, әнін үйрене бастағанына. 3,5 жыл бұрын бұлар 2-ші класс оқып жүрген балалар. Сол кезде мына Гүлзада апайымыз бүгін белгілі себептермен келе алмай қалды. Омарова Гүлзада Нұрпейісқызы деген біздің апайымыз бар. Сол кісінің бастамасымен сол жылы осы мектепке келіп Сания апайымыздың қолдауымен осы кластарға домбырадан сабақ беруді бастаған болатынбыз. Бұл домбыра сабақтары Мұрагер деген Абдулхамид Райымбергеновтің бағдарламасы бар. Сол бағдарлама бойынша жүргіздік. Бұл бағдарламада тек қана балаларды домбыра шертіп қана қоймай, халықтың әндерін, халық композиторларының әндерін, күйлерін бәрін үйренсін деген үлкен бір мақсат болады. Жалпы біздің мақсат тек қана орындаушы емес, тыңдаушы тәрбиелеу. Өйткені кішкентай кезінен бастап, осындай мектеп қабырғасынан бастап қазақтың әнін, күйін, жырын бойына сіңіріп, соны орындаумен қатар тыңдап өскен балалар ертең қазақтың өнерін жерге тастамайды деп ойлаймын.
өйткені қазақтың мәдениеті, қазақтың төл өнері. Сондықтан жалпы бұл біздің бағдарламамыздың негізгі түпкі ойы бүкіл Қазақстанның мектептерінде осындай кішкентай класстардан бастап үлкен класстарға дейін әрбір мектептің әрбір класында осындай домбыра сабақтары жүргізіліп, сондай үлкен бір жетістікке жетсек па деген ой бар еді. Өйткені жаңа айтып өткендей, кішкентай кезінен осындай қазақтың өнерін бойына сіңіріп өскен балалар ертең келешекте ұрпаққа да сол өнерді дәріптеп өскелең ұрпақ тәрбиелейді деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі біздің балалардың сіздерге деген қойып отырған лекция концертіне қош келдіңіздер. Олай біз тамашалайық. Ақсақ құлан аңызы көпшілікке мәлім. Бұл аңыз бойынша ханның, бірде бұл Шыңғыс ханның жошы деген баласы, басқа да Шыңғыс ханның өзі. Сол ханның баласы нөкерлермен аңшылыққа шыққанда, оны ордалы ақсақ құлан тұяғымен теуіп, тапта өлтірген деседі. Соның хабарын ханға ешкім айта алмай, тек Бетбұқа жырау домбырамен айтқан екен. Осы күйдің өте көлемді, Батыс Қазақстанның нұсқасын концерттерде естіп жүрміз. Ақсақ құлан мультфильмі де осы нұсқа негізінде түсірілген. Ал біз сіздерді көп орын алмайтын, өте көне және шағын келетін Шығыс Қазақстандық нұсқасын орындап келеміз. Бұл күйде сіздер балаң өлді жошыған, балаң өлді жошыған деп бір ғана сөйлемді домбыра қайталап тұрғанын байқайсыздар. Жаржар дегеніміз бұл ән емес, ғұрыптық өлең дейміз. Себебі жаржар тек үйлену ғұрпында айтылған. Қазір жаржарды кез келген үйлену тойында барлық жиналған халық айта беретін болса, бұрында мұны тек қыз ұзату тойында жастар қыз жақ тобы мен жігіт жақ тобы кезектесіп айтқан. Осыны бізге Жүргенов атындағы өнер академиясы студенттері осы сахнада үйлену тойы қойылымында көрсеткен. Сондықтан бірінші осы қойылымда орындалған жаржарды тыңдаңыздар. Жігіттер, қалыңдықты шекендіп өткеніміз ба? Едек, бұлар бұлдайды кімнің дауысысы қыздардың дауысының құлағай. Бұл жерде көңіл көтер үшін жан-жарды айтайын.
Ал біз сіздерге қазіргі бәріміз тойда айтып жүретін жас жырды орындап береміз. Келесі орналатын жастар биі деп аталатын халық күйі де ойнақы, жеңіл желпіріңкі мінезімен ерекшеленеді. Мүмкін бұл кезде үйлену той, немесе жастардың ойын сауық алынбаған кезінде орындалған күй шығар. Енді сіздердің назарларыңызға қалаулы және Гүлзарайым деген екі халық әні ұсынылады. Бұл әндер Қазақстанның шығыс жағында шыққанымен әр қазақтың құлағына әбден сіңген. Қазақта бұндай әндерді қара өлең деп те атайды. Себебі бұлар мазмұн, құрылым жағынан өте қарапайым, жеңіл, халықтық лирикаға жақын ән үлгілері. Және де өте көп қара өлеңдер қыздардың атымен аталған. Себебі бұл әндер қайым айтыстарда немесе тойларда аяқ астынан шығарылған.
Гүлдерайым. Осы лирикалық әндер сияқты қыз келіншектерге арналған күйлер де бар халық қазынасында. Соның бірі келіншек күйі. Төкпе деп аталатын Батыс Қазақстан мешіт өнерінде де халық күйлері жеткілікті. Соның біреуі Тібенкөл күйі. Аңыз бойынша баяғы бір заманда бір кедей жігіттің оның бір қасиеті тері шықпаса шаба алмайтыны. Сондықтан аң аулауға шыққанда жігіт тұлпардың қанжығасына екі домбырамен байлап, әрі-бері тепеңдете терісін шығарып, бірақ шаптырады. Осы қасиеттің арқасында бір үлкен жиын тойда жігіт атты өңкей байлардың, бағдар, палуан, сал-серілердің жүйрік аттар тозып, бәйгеде бірінші келеді. Атына риза болған жігіт оны жарыс сыңарында билетіп, тепеңдеткен естелтіп, Тепенков деп өзінің атына бір арнау күй шығарады. Ендеше осы күйді сіздерге орындап берейін.
деседі. Аңыз бойынша бұл күйлерді жырау, билер, данышпан ақсақалдар жиылып, сол құрылтай немесе жиналыстарда ру, тайпа басшыларына маңызды ой, кеңес айтуының алдында күйші домбырашылар осы кеңес күйлерін орындаған деседі. Қазақстанның барлық аймақтарында сәулемай атты халық әндері айтылады. Мысалы, Батыс Қазақстанда әр қазақ сәулемай мына нұсқасын жақсы біледі. Ал бір жақта сәулемай, аянбай дегені Болгареттік сәулемай деп басталатын ән әрқайсымызға мәлім. Осы әнді сіздерге домбыраның шертпе тағысымен орындап беруге рұқсат етіңіздер. Көңілдеріңізден шықса бірге қосыңыздар.
Осы бір жақтағы шетпе дәстүрін жалғастырсақ, Шығыс Қазақстанда саукүрең атты шетпе күйлері орын алады. Біз орындайтын көпшілікке мәлім саукүрең күйінің ырғағы қара жорға биіне келеді. Мүмкін осы шығыс аймақтарынан Алтай, Моңғол жерінен қазір бүкіл Қазақстанға тараған қара жорға биі осы бейт сарынмен де домбырады сүймелеген шығар. Ендеше қазір біз орындайтын саукүрең күйімен бірге қара жорғаны билеуге болады. Сахнаның алдына биге шақырамыз. Türklerimizde de halk en kuylarımız, ұлттық классикалық ән күй жыр немесе 20 ғасырдың өмір сүрген ұлы ақын сал, күйші, жырау. Бұл әнде арқа өңірінің атақты Мұса деген сал, болыс, байларды әшкелеп мысқылдағаны үшін атынан айырылғанын айтады. Сол үшін жаяу Мұса атанған және келешекте әнші байлардың өз кегін алатынын айтады. Аңыз бойынша бұл әнді жаяу Мұса жәрмеңкеде шығарған екен. Сондықтан ситецтегі шыт матаны орыс саудагерлері кому сица деген ұйқас шоқылдан жаяу Мұса ақ сиса, қызыл сиса деп бастаған екен әнін. Ендеше жаяу Мұсаның осы ақ сисасын орындап берейік. Қазақ елінде даңқы атқан күйші Құрманғазының балбырауын деген күйі. Бұл күй балбырау деген сөзінен шыққан екен. Сондықтан осы балбырау атты күйлер қазақта көңілге жағымды және көңіл күйді босататын, балбырататын өте әдемі лирикалық күйлер қатарына жатады. Сондықтан Құрманғазының бұл күйін жайдықпен асықпай орындау дұрыс деп санаймыз.
Сүгір жыраудың поштасы термесінен үзінді. Сүгір жырау өткен ғасырдың өздеріңіз білетіндей 30-шы жылдардың өте қиын кезеңінде Маңғыстаудан Қарақалпақстанға Бесқала деген жерге отбасымен бірге көшуге мәжбүр болады. Сонда бұл хабарды естіп, бүкіл жұрт бір ауылға жиналғанда Сүгір өздерін жырлап осы поштасы термесін айтады. Тыңдаңыздар. Құрметті көрермендер, осымен мына бүгінгі біздің есеп беру лекция концертіміз өз мәресіне жетті. Көрермен мұхтыңдарына көптеген рахмет. Осындай үлкен игі шараларда осындай концерттерде кездескенше қош болыңыздар. Ең алдымен алтындарым, сахнада тұрған үлкен қошемет, үлкен рахмет өздеріңе арналар. Қошемет көрсетейік. Өнерлі адам еш уақытта, тура қазақша айтайыншы, далада қалмайды. Өнер бар жерде өмір бар. Өнерімен жаңа ғана айтылған Ақсиса мысалы Жаяумсаның әні. Шорманың Мұстафасы атымдалып атандым, сол себептен Жаяумса деп заманында ән шырқаған Жаяумсаны да өнері бүгінгі күнде 21 ғасырға дейін сондай бір қазақ өтіктау деген күнге әкеліп отыр. Яғни өнер ешқашан өлмейді. Өнер халық барда жасайды дейді. Өнердің түрі көп балалар. Қазіргі 21 ғасыр небір өнерлердің, тіпті біз естіп көрмеген әндердің, сендер билейтін сөзі бар, ырғағы бар, сөзі жоқ бір небір әндер шығып жатыр ғой қазір. Сөзбен айтып билейтін Корей нақышында деп қояйыншы, Найтуандарын. Ары қарай кетті. Небір билер шығып жатыр қазір. Ал ұлттық өнерге
ұлттық нақышқа өмірде еш нәрсе тең келмейді. Сондықтан балалар, өнерді сүйе білу керек. Қай өнер болмасын, жақсы көру керек. Ал ұлттық өнердің алдында қолыңнан келмей ме, дұрыс көрермен болып, қол соғып, сол өнерге тамсана білу керек. Сондықтан мен бүгін осы жерде өнер көрсеткен ұлдарыма, қыздарыма, айналайын ата-аналарына ең бастысы қолдау көрсетіп, қара домбыраның киелі екендігін ұғындыра білгендері үшін. Осы балада жылт еткен жалын бар-ау, соны жалындатайын деген ұстаздарына үлкен рахмет айтамын. Рахмет балалар. Осы жерде тұрған балалар тек қана домбырада ойнамайды, олар жетігенде де керемет ойнайды. Жетігенде де керемет ән салады. Бір сөзбен айтқанда, өздеріндей дарынды қазақ халқының өнерлі, талантты, өнерді сүйген, соның ішінде ұлтымыздың өнерін сүйген, жалындаған өздеріндей жастар өсіп келе жатқанда, халық өнері ешқашанда аласармайды. Рахмет балалар. Мен тіпті сендер әрине оны қабылдай білу керек. Мына жерде бір бала тыңдап отыр, бір бала шулап отыр деген сияқты. Бірақ өнерді қабылдай білу керек балалар. Сондықтан алғысым шексіз. Өнерлерің өрлей берсін, балалар. Бақытты болыңдар. Киелі өнердің киесі, сахнаның киесі әр уақытта қолдап қорғап жүрсін. Рахмет балалар. Өнерлерің өрге жүрсін. Бақытты болыңдар. Дендерің сау болсын, айналайындар. Ал келіп көріп қолпаштап отырған аналар, әкелер, сіздерге үлкен рахмет. Өйткені бала бойындағы жылт еткен дарынды, жалынды ата-ана үрлемесе, мысалы шоқ дейміз, шоқты үрлемесе ол өшіп қалады. Шоқтан от шығады. Ал бала бойындағы жылт еткен бір дарынды, өз балаңыздың бойындағы бір өнерге деген құлшынысты танып, соны қолдай білгендеріңіз үшін сіздерге Алланың нұры жаусын. Сіздерге үлкен рахмет айтамын. Мен түсемін. Киім керек, ұлттық киім керек, ол да қаражат тұрады, түсемін. Домбыра керек, және ол ана-мынау домбыра емес, оның бұрауы келген қолдан жасалған домбыра болу керек. Ол да қаражат, оны да түсінейін. Бұл балалар анда-мында концерттерге барады, баруы, қайтуы, сахнаға шығуы, ол да қаражат, оның бәрі түсінеді. Ал сіздер қазір керемет балаларыңызға инвестиция, депозит жасап жатырсыздар. Яғни қазір балаға жасаған барлық сізден шыққан қаражат уақыты келгенде сізге еселеп қайтатыны сөзсіз. Сондықтан да аяулы ата-аналары осы жерде отырған. Рахмет сіздерге. Рахметтен басқа айтарым жоқ. Сіз қолдаған жерде біз неге қолдамасқа? Мың рахмет. Балаларымыздың өнері қазақ халқының өнері шарықтата берсін. Аман болайық. Оразаның бірінші күні басталды. Сабыр берсін, шыдам берсін. Ораза тұтқан мұсылман баласына тілеген тілек дұғалар қабыл болсын дейміз. Оразаға есен аман жете берейік деп тілек білдіремін. Рахмет сіздерге. Рахмет балалар. Айсарбек айналайын. Рахмет. Мен табыс тілеймін. Армандап отырдым. Шіркін мына жерде 12 емес, бір 70-80 бала отырар ма еді деген арман бар.
100 баладан тұратын оркестрдің да бой көрсетуі мүмкін-ау деген арманда отырмын. Сондықтан балаларым, неге мен осы жерде отырмасқа, мен неге домбыра тартпасқа, мен неге домбырамен ән айтпасқа деген тамаша арманды бүгін үйімізге арқалап қайтайық деген тілек білдіремін. Рахмет. Рахмет алтындар. Бақытты болыңдар. Киелі қара домбыраның киесі қорғап жүрсін өздері. Рахмет балалар. Бақытты болыңдар. Көрермендер, ең алдымен осы оқушыларымның ата-аналарына Сәния апай айтып отыр. Ең үлкен рахметімді сол ата-аналарға білдіргім келеді. Және мына кішкентай кезден сүйреп, осы бала домбыраға қатысыншы деп жетектеп жүрген Айкүміс апай мен Жанар апайға ерекше рахмет айтқым келеді. Осы кісілер болмаса, бұндай концертте болмар еді, ешқандай балалар домбырада тартпар еді. Осы кісілердің жетегімен осы балалардың домбыраға қатысыншы, үйренсінші деп сондай бір ниет тілектерінің арқасында ғана осы балалар бүгінгі жетіп осындай өнер көрсетіп отыр алдарыңызда. Сол секілді ұстаздар көп болсын мектепте. Сол секілді ата-аналар көп болсын сіздер сол. Ұстазда да ұстаз бар, әкеде де әке бар, анада да ана бар, балада да бала бар. Айкүміс Сайлаухан қызыдай, Манар Әмірбай қызыдай ұстаздар, олар өздері өнерлі. Олар өздері домбыра тартады, олар өздері домбырада ән салады. Яғни киелі өнердің құдіретін бала күндерінен бойларына сіңіріп, әбден соның ішінде бірге өскен ұстаздар әрине шәкірттері сондай болса деген тілек болса. Шынымен де Айкүміс апай, Айкүміс Сайлаухан қызы, биылғы 1-ші кластарыңыздан да келесі жылы осындай топ құрсын деген тілек білдіріп келеді сізге. Рахмет жан. Өйткені әрбір өнер адам күн тәрізді жан-жағына шуақ шашады. Біздің Айкүміс апайдан тек қана жылулық, күн нұрындай шуақ, бір керемет махаббат, бір сондай сүйіспеншілік қарап жатады. Сондықтан биылғы 1-ші кластарыңызда отырмай отырған балаларыңыз, арқасы бар шығар деп отырмын ғой енді. Отырмай отыр ғой. Осы балаларыңызда келесі жылы осы қара домбыраның құлағында ойнасын, ойнайтын болсын деген тілек білдіремін. Рахмет жан, шынында да. Ұстазы жақсы, ұстазы жақсы. Сіздің алдыңыздан 4-ті бітіріп 5-ке жетті. Ұстаз алдында шәкірттеріңіз есеп беріп отыр. Айкүміс апай, білген кісіге. Енді тастамаймыз домбыра. Осылай. Кез келген жерде көп боласыздар. Домбыраны ала салып, кез келген жерде өстіп ән салып беріңдер. Сендерден сұлу, сендерден керемет адам болмайды. Мына жерде менің 2 ұлым тұр. Біреуі Бейбарыс, аты кім болады? Ерхан. Аттары қандай керемет, ойбай, қазаққа күшті ойды. Ерхан, ойбай бала. Бейбарыс, ой қандай. Осы қандар шіркін, ұлдармен толса ғой деген арманның ішінде отырмызда. Өзі қазір заман кішкене білмеймін мен. Қыздар белсенді де сондай керемет. Ұлдар азаматсыздар. Ұлдар елдің қасын ұстайтын сендерсіңдер. Ұлдарың не бәрі қыздарға беріп қойып қарап отырамыз ба не өстіп? Ұлдарың мінеки жарқылдаған бриллиант қыздарып тұр менің сахнада. Алтын емес, бриллиант жарқырап тұр, байқайсыздар ма? Рахмет жандар, ризамын, қатты қуанып отырмын. Өнерлерің өрге жүрсін. Айналайын алтындар. Міндетті түрде бір жерде жүлдегер болу, бір жерде бір жеңімпаз болу шарт емес. Өнер әркімнің өзі үшін. Өз үшін. Мінеки, өмірлік өнер бойларында бар. Сол жұтамасын деп. Рахмет ал. Айкүміс апайға
концерт аз болып қалды. Қайтымыз келмей отыр депті ғой баяғыда бір ата. Сол сияқты қазір үлкен кісілеріміз қайтады, ал қалғандарымыз сосын біз қайтамыз. Балалар соған үйренейік, үйреніп келе жатырмыз ғой. Тұра сап сұққаны ұстай сап жүгірмейміз. Көрермен біле білудің өзі өткен өнер, білген кісіге. Осы жерде көрермен болып отыру да өнер, тыңдай білу де өнер, қол соғып қошамет көрсету де өнер, білген кісіге. Барлығы өнер ғой, бір сөзбен айтқанда. Түсінікті ме? Сол өнеріміз өрлей берсін. Рахмет қалды.